Сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы және бүгін Поворот не туда фильміне қазақ тілінің негізінде обзор жасайтын боламын. Студент медик Крис жұмысқа қабылданушымен маңызды кездесуге асығып бара жатты. Мұқият байқасаңыздар, жолда келе жатып өте үлкен қателік жасады. Радиода Крис жүріп бара жатқан жолда адамдар жиі із-түзсіз жоғалып кеткендігі жайлы айтып жатқан болатын. Крис болса бұл маңызды ақпаратты музыкаға ауыстырып тастады. Егер ол радионы тыңдағанда, бұл аумақта сақтық танытар еді. Крис үлкен жол кептелісіне тап болып қалды. Ол оңай жол іздеп басқа жолмен тез шығып кетемін деп ойлады. Мұндай айдала мен орманды жерде ешқандай бағыт-бағдарсыз жолда бұрылып кетіп адасып 10 күнге жоғалып кеткенше кептелісте 1 сағат күткен әлдеқайда жақсы болар еді. Крис жолда жұмыс берушіге хабарласып шамалы кешігіп келемін деп ескертіп жатқан еді. Кенеттен байланыс үзіліп кетті. Негізі бұл жағдайда кері қайтып байланыс ұстап тұрған аумаққа қайта шығып ата-анаң мен туыстарыңа қайда және қандай жолмен бара жатқаныңды ескертіп қою керек еді. Егер адасып кетсең, олар сені қайдан іздеу керегін біліп отырады. Крис шағын жанармай бекетіне тоқтады. Ол біраз ұсқынсыздау адаммен жолықты. Бұл адамның түрі айтып тұрғандай бұл жақсы аймақ емес еді. Мән беріп қарасаңыз, мұнда ешбір адам тұрмайды, бірақ қаншалаған бос көліктер иесіз тұр. Және бұл көліктер ескі емес, ешкім бұндай көліктерді металлоломға тастап кетпейді. Ал бұл жанармай бекеті қоғамнан өте алыста орналасқан. Ешбір көлік қатынамайтын жерде ешқандай пайда түспейді. Бұл көліктер неге тізіліп тұр? Радиодан айтып жатқан жоғалып кеткен адамдармен бұл көліктердің қатысы бар ма? Ойланатын нәрсе. Бірақ оны ойлап тұрған Крис жоқ. Ол картадан шоссеге шығатын жолды көріп, сонда жол жүріп кетті. Жолда келе жатып байқамай басқа көлікке соғысты. Негізінде көлікте келе жатып өте мұқият болу керек, әсіресе орманда. Себебі жолда құлаған ағаштар мен бұтақтардың кездесу мүмкіндігі өте жоғары. Апаттан соң Крис аман-есен шығып, өзі сияқты адасып келе жатқан туристермен танысты. Туристердің де көлігі жарамсыз болып тұрған еді. Джейси көліктің әдейі оратылған темір арқылы тоқтатылғандығын байқап қалды. Оратылған темір өз-өзінен тасталмағандығын, оны біреудің қасақана жасағанын ойлану керек. Крис келген жолмен кері қайтып бағанаға кептеліс болған жерге шығып, сонда жолдағы көліктерден көмек сұраудың орнына туристермен бірге бөлініп өздері білмейтін жол іздеп одан әрі адасуды жөн көрді. Келе жатып олар әлі оты өшпеген лагерді көрді. Бұл да өте күдіктенетін жағдай, себебі біреулер әдейі оратылған темір арқылы көліктерді жарамсыз етіп аңдып жүрген болуы керек. Бағанағы иесіз көліктермен жоғалған адамдарды еске алсақ, бұны жасап отырғандар қара пиғылды адамдар екенін түсінуге болады. Өкінішке орай бұлар бөлінген кезде қалып қойған 2 туристі өлтіріп тастады, ал қалған 4-еуі бір үйге тап болды. Көмек пен байланыс құралдарын іздеп олар үйге кіргенде әртүрлі көлік кілттері мен қуыршақтарды көрді. Бұл алуан түрлі заттарға көптеген көлік кілттерін қосса, бұлар біреуден тартып алынған дүние екенін аңғаруға болар еді. Артынша бұлар кескіленген адам денелерін кездестірді. Олар енді ғана қандай жерге тап болғанын түсінгенде бір көліктің келе жатқанын байқады. Екеуі төсектің астына, екеуі шкафтың ішіне жасырынып қалды. 3 каннибал үйге кіріп келді. Қолдарында өліп қалған адамы бар. Ол бұлардың бағанағы қалдырған досы болып шықты. Әрине сенің досыңды бөлшектеп жатқанын көру оңай емес, бірақ бұндай жағдайда паникаға түспеу керек, себебі адам қорыққан кезде өзін білдіріп қоюы мүмкін. Каннибалдар біраз уақыттан соң ұйықтап қалды. Бұл жағдайда сол маңда тұрған мачете сияқты қаруларды қолданып дереу ұйықтап жатқан каннибалдарды өлтіріп тастау керек еді, бірақ бұлар қорқып үйден шығып кетті. Қашқанның өзінде туристер каннибалдардың көлігіне отырып, және сол арқылы жолға шығып кері қайта алар еді. Немесе орман ішімен кету керек еді. Оның орнына бұлар жазғы аумақта бәрі топырлап тұрды. Әрине бұндай кезде каннибалдар оларды оңай тауып алады. Каннибалдар да көп күтірмей келіп жетті. Крис каннибалдардың назарын аударамын дегенде аяғына оқ тиді. Қыздар оған көмектесіп, олар каннибалдардың көлігін айдап кетті. Каннибалдарды алдаусыратқан Скоттың кеудесіне оқ тиіп, ол қайтыс болды. Қалғандары көлікпен кетіп қалды. Жолда көлік құлап жатқан ағашқа тап болды. Бұл жағдайда Кристің аяғына оқ тигенін ескеретін болсақ, үшеуі көлікті тастап кетуі тағы да ақымақтық болды. Үшеуі ағашта ары итеріп жолды тазартуына болар еді. Жолда Крис каннибалдардың тұзағына түсіп қалды. Бұл да жүрудің қауіпті екенін көрсетеді. Олар мұнараға келіп оның төбесіне шықты. Каннибалдар сөзсіз бұл аумақты тексереді. Сондықтан мұнараға шыққанда онда қажетті заттар болса алып, сонымен қатар биік болғандықтан қай аумаққа жүру керек екенін қарап алып тұрақтамай кетіп қалу керек еді. Бірақ олар сонда қалуды жөн көрді. Араларында бір қыз өте үлкен қателік жасады. Ол жасырынып білінбей отырудың орнына жарық шығаратын таяқшаларды қосты. Мұнараның төбесінде отырып жарық қосу алыста тұрған каннибалдарға қайда жүру керегін көрсетеді.
Радио хабарлауыштан дауыс қайдасыздар деп сұрады, бірақ олар қайда екенін айта алмады. Сол уақытта каннибалдар бұларды көріп қойып келіп қалды. Кенеттен радио істен шықты, ал мұнара каннибалдар тарапынан өртке оранды. Содан кейін туристер құтылудың жалғыз жолы секіру керегін түсінді. Бәрі ағашқа секіргенде каннибал да ағашқа шықты. Бір каннибал болғандықтан жеңуге мүмкіндік бар болатын. Мысалы, біреуі алдаусыратып өзіне шақырады, ал қалған екеуі жасырынып, ойламаған жерден каннибалға соққы жасап оны құлататын еді. Өкінішке орай, бір қыздың басының жартысын шауып өлтірді. Қалған екеуі бұтақты тартып тұрып соққымен каннибалды құлатты. Екеуі тірі қалып сарқыраманың артына жасырынып қалды. Әрине, каннибалдар да оңай беріле салмайды, ал туристер мұнда ұзақ отыра алмайды. Бұл жағдайда ағып жатқан өзеннің бойымен жүру керек, себебі өзеннің бойымен жүре беру тұрғын үйлі аумаққа алып келеді. Сонымен қатар өзеннің сылдыры басқа дауыстарды естіртпейді. Туристер жолға шыға бергенде алдарынан каннибал шығып, Крис төменге құлап түсті. Жанындағы қызды каннибал ұрлап кетті. Сол маңында шериф те келіп қалған болатын. Дегенмен дереу көзіне каннибал атқан жебе ұшып келіп қадалып қалды. Крис көлікке мініп тез кетпекші болып еді, кілт жоқ екенін аңғарды. Сосын ол тез арада көліктің астына жасырынып қалды. Бұл жағдайда бірінші орында шерифтің тапаншасын іздеу керек еді, себебі тапанша таптырмайтын қорғаныс құралы. Крис көліктің астына жабысып каннибалмен бірге кетті. Бұл ақымақтық болды, себебі жолда кездескен тас немесе ағаш сені ауыр жарақаттау немесе өлтіруі мүмкін. Сол уақытта қыз үйдің ішіне байлаулы және қашып кетуге еш мүмкіндігі болмай жатты. Крис босаған көлікке отырып, үйді сындырып кірді. Сосын бір каннибалға коктейль молотованы лақтырып, оны жарақаттады және қызды құтқармақшы болып жіпті шеше бастаған еді. Каннибалдардың бірі Криске шабуылдады. Сол сәтте қыз садықпен каннибалдың басынан атып құтқарып қалды, екіншісін балтамен ұрды. Олардың әлі тірі екендігін байқап, Крис көлікте тұрған бензинді көріп бәрін жарып жіберді. Каннибалдар өлгенде Крис пен қыз құтылып шығып, алғашқы жанармай бекетіне оралды. Олар онда бұдан былай ешкім адаспасын деп картаны жыртып тастады. Қалай ойлайсыздар? Сіздер бұл жағдайда не істер едіңіздер? Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыздар.